Сәлем достар, мен бүгін айтып бүгінгі видеода мен деген тачку на прокачку екінші сериясын түсіретін боламын. Тачку на прокачку. Әдемі қосатер. Тачку на прокачку. Біз алдында мынандай одан тюнинговать еттік. Одан кейін мынау машиналы. Осы машина сатып алайық. 15 мыңға. Енді бұны тюнинговать етеміз. Міне. Тадам. Енді автобаптау дейді. Автобаптауға кіреміз. Автобаптауға кіреміз да. Сыртқы бейне. Қанды көп. Қалай жасайды? Жасылда жұмылайш. Міне қаны көк. Қаны көк деді қой. Қаны көк. Әдемі. Мынау енді әдемісі болды. Кеттік. Бұл мотор сатып алмай қойық. Бізде моторға ақша жоқ. 3800 теңге. Трансмиссия. Не мынау? Финал хэштег 1, хэштег 2, хэштег 3, хэштег 4, хэштег 5, хэштег 6, хэштег 7. Орындауда қайсы басам. Короче. Трансформация көлік аспасы. Алдыңғы артқа руль бұрыс өлісі. Қаттылық орын ауыстыру. Сақтау. Болды. Кеттік. Көлік аспасы ауырлық орталығы. Ауырлық орталығын біз мынандай алсақшы. Алды көтеріп кетті ғой. Мынау болаттар. Ой, омай. Битсемші. Қайтшы мұны қол. Қайсын қоямыз. Неге винерлер андай, неге андай сурет қоймадың десе, сурет жарыспайды екен. Болды. Міне. Тюнинг еттік тачку на прокачку. Тачку на прокачку. Түсіндірсіздер ме сіздер мұның мағынасын? Айтайын ба? Көлік сатып алып, оны тюнинговать ет. Дамыт, короче. Тюнинговать ет дегенде, оны машина сатып алып, оны дамыт деген мағына ғой. Тюнинговать етеміз соны. Енді тачку на прокачку екінші бөлімі аяқталды. Сау саламат болыңыздар.